Адамда бір Аллах жаратқан бір табиғат бар. Ол араб тілінде тулул амал деп айтылады. Араб тілінде ол тулул амал деп айтылады. Яғни ұзақ арманды өмірде жасау. Осы адамдағы арманның ұзақтығы себебі адамды соқыр қылып қояды. Және Алла субханаху ва таала емтихан қылып оған көп кеңдіктерді береді, неғматтарды береді. Адам баласы соменен мен жақсылықта жүрген адаммын деп алданып қалады. Сол үшін адам Алла субханаху ва таала оған беріп жатқан неғматқа қарап емес, өзінің істеп жатқан амалына қарап өзін бағалау керек. Себебі Алла дүниенің неғматын жақсы көргенге де жек көргенге де беріп жатыр, оны адам баласы көріп жатыр, әрбірімізді көреміз оны. Момын адам өзінің жақсы немесе жаман екенін омен есептемеу керек. Кейбіреулер ойлайды, өзінде немесе жан иесінде немесе жан жағында бір қиыншылық көрмесе, демек Аллах мені жақсы көреді, маған осы дүниенің неғматын беріп жатыр, жаман адам болғанымда маған бермеген болатын деген шайтанның уасуасы келеді адамға. Соменен жүре береді, жамандыққа батып. Адам оған қарамау керек. Дұрыс, Аллахтың неғматы келіп жатқаны анық. Бірақ ол білу керек, неғмат пенен адамның жақсы жамандығы білінбейді. Дүниеде берілген абырой немесе күші немесе құдіреті оменен Аллахтың алдындағы қадірі есептелінбейді. Аллахтың қадірінің алдындағы абыройы, оның дәрежесі істеген амалы менен есептеледі. Аллах айтады: "Я айюханнас, инна халақнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шуубан ва қабаила литаарafу, инна акрамакум индаллахи атқакум" дейді. Адамдар, біз сендерді бір ер әйелден жараттық дейді. Аллах өзін айтып жатыр, ұлықтап. Сол бір ер әйелден әртүрлі топтар, ұлттар, рулар қылып тараттық жерге. Не үшін? Литаарафу, бір-бірлерімен танысып, бір-бірлерімен араласып, қарым-қатынаста болуларың үшін. Себебі Аллах бүткіл бәр нәрсені бір түрлі жаратып қойса, өмірдің қызығы да қалмайды. Аллах әртүрлі қылып жаратқан, осы дүниенің көп қиыншылықтары, қайғылары, осы дүниенің түрі-түрін көруменен жеңілденіп кету үшін. Литаарафу, бір-бірлерін танып, бір-бірлерімен жақсы мәміледе болуларың үшін. Және нәтижеде не деді? Инна акрамакум индаллахи атқакум. Сендердің іштеріндегі ең